Менің қалам бақыттың мекені, аспанымызға нұр қонып кетеді, асқарымызға гүл қонып кетеді, шаттығы шалқыған Ақтөбем алтыным. Соғыстан соңғы жылдар, аш жалаңаш, қиын уақыт. Алайда халықтың көңілі шат. Соғыс бітті. Қала құрылысын жандандырып, іске кірісетін сәт келді. Жеңімпаздар елге оралып, тіршілік өз сабасына түсіп келе жатты. 1947 жылы тауар бөлудегі карточка жүйесі жойылып, ақша реформасы жасалды. Қазақстан қара металлургияның тұңғышы, Ақтөбе ферроқорытпа зауыты КСРО мен Европадағы феррохром шығаратын ең ірі зауытқа айналды. 1958 жылы зауытта Совет одағы бойынша ең алғашқы рет 2 еңкейтілген пеш жасалды. Ал келер жылы конвертер бөлімі іске қосылып, конвертерлік әдіспен феррохром балқымасы шығарылды. Қазір зауыт жұмыс жасап тұр, және оның өнімдері әлемдегі көптеген елдерге шығарылады. Металлургтер мәдениет үйі өз жұмысын жалғастыруда. Жаңа спорттық сауықтыру кешені мен Евразия медициналық орталығы салынды. Я проработал на этом заводе 58 лет. Работал помощником мастера. Мен еңбек жолымды өз қолымызбен тұрғызып, ферро-титан шығаратын құралдармен жабдықтаған балқыту цехнан бастадым. Осы зауытта 58 жыл жұмыс істедім. Қатардағы шеберден бастап, аға шебер, цех бастығы, зауыттың бас инженеріне дейінгі жолдан өттім. Әрине, ол кездегі зауыт пен қазіргінің арасы жер мен көктей. Бірде-бір тас болған жоқ. Үш цехқа шахтаны арбамен таситынбыз. Бәрі қолмен істелетін. Зауытқа жоғары лауазымды адамдар келетін. Мен Қонаевпен, Брежневпен, бірнеше рет Назарбаевпен кездестім. Президентті қазірде күтіп отырмыз. Я встречался несколько раз. И сейчас мы ждем его. Сегодня готовится закладка капсула нового, самого современного, мощного 4-го цеха. Бүкіл зауыт шығаратын металдан екеседен артық көп өнім беретін қазіргі заманға ең қуатты 4-ші цехтың жаңа құрылысын іргесін қалауды бастаймыз. Зауытта негізден жергілікті кәсіби техникалық училищердің түлектері, ауылдан келген адамдар жұмыс істеді. Атақты металлургтер шықты. Зауыт социалистік еңбекерлерін тәрбиелеп шығарды. Бізде 2 бригадир социалистік еңбекер атанды. Металлургтердің жұмысы ауыр болатын. Қазірде жеңілдеуге болмайды. Өртеніп тұрған пешке бәрін қолмен істейтін. Желдеткіш, газ тазартқыш болмады. Бұрын лас ауаны жұтуға тура келетін. Қазір бәрі жабық. Адамдар үшін желдеткіш аэроторлар тұр. Әрине, қазір жұмыс бұрынғыдан әлде қайда көп жеңілдеді. Конечно, температура как была высокая, так она и осталась высокая. Но сейчас все закрыто. Стоят аэраторы, обдувают людей. И, конечно, работать значительно легче. 1946 жылдан АЗФ жұмысшылар поселкесінің құрылысы басталды. 1956 жылы 2 қатарлы 12 пәтерлі үйлер пайдалануға берілді. Тұрғындар қалашығы салына бастады. Металлургтер мәдениет үйінің, вечерний мейрамханасының, қазіргі самал қонақ үйі, бүгінде музыкалық колледж орналасқан қалалық партия комитеті ғимаратының жобаларын Ленинград сәулет институтының түлегі сәулетші Федор Иванович Амурин жасаған. Металлургтер мәдениет үйі әлемде теңдесі жоқ бірегей сәулет құрылысы. Бұл біздің қаламыздағы көрнекті сәулет ескерткіші.
И я решила пойти на ферросплав работать. Направили во второй плавильный цех. Ферроқорыту зауытына жұмысқа кірдім. Екінші балқыту цехына жұмысқа жіберді. 2 ай бойы жоспарды орындамадым. Кейін жөнделіп 130%-ға дейін орындадым. Одан кейін кранға ученица болып ауыстым. Жоғарыда тұрып кранды билеу өте қиын іс. Төменде адамдар жүреді. Тонналап ауыр салмақты жүк көтеру қажет. Бұдан кейін мені ыссы цехқа ауыстырды. Онда өте ыстық, өте ауыр болды. Кейбір кезде өте ауыр сменалар болды. Бірінде есімнен танып қала жаздадым. Толық 10 тоннадай балқыған металл құйылған астауды құйдым. Очень хорошие люди там на заводе у нас. Зауытта өте жақсы адамдар жұмыс істеді. Сәрсенов Тапар, жоғарғы советтің депутаты, Сертай Кенжалин, Тамара Васильевна Кондратьева, краншы, Ленин орденмен марапатталған. Зурбаев Ғалымжан, оның әйелі Збера. Зейнеткерлікке шыққанымда 2 шәкіртімді дайындап қалдырдым. Өзімді бақытты әйелмін деп санаймын. Я себя считаю счастливой женщиной. 1949 жылы Ақтөбеде Батыс Қазақстан кешенді геологиялық экспедициясы құрылды. В старину называли таких людей хорошим словом рудознатцы. Неутомима в своей работе геолог Юлия Павловна Куразова. В этих степях еще задолго до войны она открыла богатейшие месторождения хромитовых руд. Сейчас этот рудник у села Донское Актюбинской области главный поставщик хромитовых руд для большинства сталелитейных заводов страны. Донские хромиты освободили Советский Союз от иностранной зависимости в поставке ценного сырья. Жоғары дәрежелі маман геологтардың қала тарихында өзіндік орны бар. Герман Николаевич Власько Батыс Қазақстанды түгелдей гидрогеологиялық суретке түсіріп алған гидрогеолог. Воскресные вечера музыки атты музыка салонын ұйымдастырды. Бұл салон ақтөбеліктер үшін ұзақ уақыт қызмет етті. Анатолий Васильевич Сотников шалқар минералды су көздерін алғаш ашқан, Александр Сергеевич Пушкиннің генеалогиялық шежіресін КСРО-дағы жалғыз құрастырушы, барлаушы геолог. Ростислав Александрович Секедин Воронеж университетінің түлегі. Ол 2 томдық геология СССР энциклопедиясында Мұғалжар тауын суреттеп жазған. Сондай-ақ Ақтөбе жерінің археологиялық тарихына деген мамандардың қызығушылығын тудырған мұртты қорғандар туралы алғаш терең зерттеген адам. Ростислав Александровичтің Ақтөбе жеріне деген сүйіспеншілігі ол түсірген керемет суреттердің ғана емес, туған өлкенің сұлулығы жайлы әндерінен де байқалады. Ростислав Секедин бір жерді 10 жыл сайын суретке қайталап түсіріп отыруды әдетке айналдырған. Ақтөбенің 130 жылдық тойында өзі ұзақ жылдар бойы дайындаған қаланың фотожылнамасын музейге тартып етті. Сол еңбегі үшін ол Ақтөбе қаласының құрметті азаматы атағын алды. Бұл атақ оған қаланың 130 жылдығы кезінде берілді. Ақтөбе қаласының құрметті азаматы атағына ең алғаш ие болғандар Иванова Екатерина Ивановна, мұғалім, Ұзақбаев Жоламан, теміржолшы, Обухов Виктор Тимофеевич, генерал-полковник, кеңес одағының батыры, Наумов Александр Федорович, 312-ші атқыштар дивизиясының командирі, Тахауи Ақтанов, қазақ халық жазушысы. Осы күнге дейін Ақтөбе қаласының құрметті азаматы атағына қаланың дамуына зор үлес қосқан 95 адам ие болыпты. Не одни мы только знаем, как Актюбинск сами рос. Он нам дорог утро мая и в июле мороз, а еще дороже втрое и в
десятки раз милей. В час, когда сидим с тобою под ветвями там. Это мой город. Город солнца и молодости. Весь устремленный в будущее. Город славных революционных традиций. Ему исполнилось 100 лет. Это символ города, его герб, цветущий степной тюльпан и белый холм Актюбе, у подножья которого и родился Актюбинск. События тех незабываемых лет живы в памяти Жоламана Узакбаева, старого железнодорожника, ветерана Актюбинской рабочей гвардии, борца за советскую власть. 1952 жылы Тамды, Завод, Загорный көшелердің маңайынан тыңның мол астығын қабылдайтын элеватор құрылысын салу мәселесі шешіледі. Ақтөбе рентген зауыты КСРО-ны электр аппаратураларының маңызды түрлерін шетелден алудан құтқарған алғашқы зауыттардың бірі. Завод электр агрегаттарын, рентген аппараттарын, ойыншықтарды, футболға, хоккейге қажетті құралдарды, яғни мәдени тұрмыстық бұйымдарды шығара бастады. Самые совершенные рентгеновские аппараты с маркой АРЗ идут во все концы Советского Союза и десятки зарубежных стран. Зауыт мамандары Ақтөбе телевидениесін құру ісінің басы қасында болды. 1957 жылы зауытта Ақтөбеде телеорталық құрылысын салу бойынша Кеңес одағының батыры Александр Герасимович Батуриннің басшылығымен конструкторлық жобалау бюросы құрылды. Зауыт тарихы Лев Николаевич Малолетков және Игорь Порфирьевич Шкуренко сияқты екі директордың есімімен тығыз байланысты. Кеңестер одағының ыдырауына байланысты өндірістің құлдырау сәтін басынан өткергенімен завод сақталып қалды. Күні бүгінге дейін жұмыс жасап тұр. Бәсекеге қабілетті өнімдерді шығаруда қаламыздың мақтанышы болып қала береді. Большевик өндірістік артелі 1949 жылдың 1 маусымынан бастап Большевик жөндеу зауыты деп аталды. Сол жылы автокөліктер мен комбайндарға арналған двигательдер күрделі жөндеуден өткізілді. Трактор коленвалдары қалпына келтірілді. 1969 жылы Актюбсельмаш болып өзгерген зауыт қой қырқатын электр агрегаттарын шығаратын жалғыз мекеме болды. 17 жыл зауытты басқарған Лев Николаевич Олимпиев барлығы 36 жыл сол жерде жұмыс істеді. Отец мой, Лев Николаевич Олимпиев, он уроженец города Кустаная. Отец поступил в МВТУ имени Баумана. Менің әкем Лев Николаевич Олимпиев 1930 жылы Қостанайда туған. Павлодарда менің шешеммен танысады. Содан соң екеуі Мәскеуге оқуға кетеді. Әкем Бауман атындағы МВТУ училищеге, анам Тоқма институтына инженерлік оқуға түседі. Қызы оқуға кетерде әкесі, менің нағашы атам, Қазақстанның картасына қарап отырып, жақынырақ болғандарың жөн дейді. Бәрінен оған Ақтөбе қатты ұнапты. Олар оқуларын аяқтап Саратовқа жолдама алады. Ол жақ әке шешеме ұнамапты. Ол кезде орталық Ресейдегі қарапайым халықтың тілі дөрекілеу болса керек. Қазақстанда ондайды көрмеген олар мұна тұрпайлық деп түсінеді. Әкем Ақтөбеге күздің бір тамаша кезінде қараша айында келген есіне алып отыратын. Вокзалдан атасының үйіне жеткенше тыныш, әдемі, таза қаланы ұнатып қалады. Атасынан осында қалуға болмас па екен деп сұрайды. Әкем келген кезде большевик зауытында 500 адам жұмыс істейді екен. Директор Александр Александрович Горшков болған. Әкемнің біліміне қарап бас технолог етіп жұмысқа алған. Бұл 1957 жыл болатын. Бас технолог болып тура 3 ай істегеннен кейін бас инженерлікке ауыстырған. Кейін әкем жұмыстан кеткенде зауытта 5000 адам істейтін. Ол кезде Ақтөбе Сельмаш деп аталады. Отец уже уходил, где-то 5500 работало на заводе. Актюбсельмаш уже начал называться.
Отец с увлечением относился к работе. Вообще на тех людей посмотреть, на наших отцов. Они работали с таким чувством, что это их свое, его родное хозяйство, его родной завод. Әкем жұмысқа ерекше ықылас қоятын. Тап бір өзінің жеке шаруашылығы сияқты қарайтын. Сол кездің өзінде ол нарықтың адамы еді. Бірақ өз қалтасының қамын ойлаған жоқ. Зауыттың намысын жыртатын. Бұл зауыт не шығарды дейсіз ғой. Негізгі өнімі 40-тық мәшеңкелер еді. 1960 жылы бірінші хатшы болып Василий Левинцов келді. Ол да өте сауатты, жаңашыл. Мәскеудегі орталық комитетте беделді адам болатын. Ол әрине Қазақстанның облыстың намысын қорғады. Қазақстан орталық партия комитетінің бірінші хатшысы Қонаев болатын. Ол да республиканың әрбір облыстың жағдайын ойлайтын. Олар менің әкеме де қолдау көрсететін. Өйткені әкемнің еңбегінің арқасында Ақтөбе Селмаш КСР-дағы 40-тық шығаратын жалғыз зауыт болды. 40-тықтар басына сонда ебедейсіз дөрекілеу құрал болса, кейін қолға алып жүруге ыңғайлы етіп әдемі қобдиша түрінде шығарды. Тіпті оны жоғарғы шенді қонақтарға тарту ететін. Әкем қызметіне берілген адам еді. Ол әсіресе жылжымалы 40-тық цехтарын жақсы көретін. А вот конце в таком чемоданчике типа дипломат. Изящное, аккуратно. Его потом даже дарили вот разным таким высоким гостям. Отец работал увлеченно. Что он особенно любил, это выносные стригальные цеха. У него любимый вид отдыха, это суббота-воскресенье он выезжал в районы области, это Темирский район, там Иргизский. Оның ең ұнататын демалысы сенбі, жексенбі күндері отар қойлары бар Темір, Ырғыз аудандарына барып, 40-тық цехтарын қойып беретін. 1975 жылы құрғақшылық болып шөп болмады. Зауыт ірі дәндерді ұнтақтайтын құрал жасап шығарды. Бұл да өте пайдалы дүние еді. Оның тағы бір сүйіктісі құрылыс салу болатын. Қалада Ақтөбе Селмаш салған үйлері өте көп. Саздыда 15 үй салды. Әрбір ірі зауыттың өзінің қосалқы шаруашылығы болатын. Жақсы поселке салды. Қазір ол Красноселское деп аталады. Үйлер электрмен жылытылатын. Мектеп салды. Онда қызметке білікті мамандар тарту ісін өзі қадағалады. Сол жерде профилакторий салды. Ол Хромтауға бара жатқан жолда 27-28 шақырым жерден әлі күнге көрініп тұрады. Этот профилакторий, он где-то 27-28 километр с левой стороны, он хорошо. 1982 жылы нөмірі 20-шы болат құймат цехы іске қосылды. Әкем қандай қиын деген нәрсені металдан соғалатын. Мен кейде әкеме қызыға әрі қызғана қараймын. Өйткені ол жұмысты жанын салып істейтін. Ол көзі жұмылғанша өзінің сүйген ісінен, қойларынан қол үзген жоқ. Ну, занимался со своими, допустим, любимыми баранами он до конца жизни. Менің өз атам Қостанай облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы болған. Кейін Красно-партизан совхозының директоры болды. Ол 3 Ленин орденінің иегері, социалистік еңбек ері. Юрий Николаевич, мой дядя. Юрий Николаевич ұзақ жылдар бойы ЦСТ, Запказэнергода бас инженер болып жұмыс істеді. Кейін Запказэнергоның бас директоры болды. Генеральным директором Запказэнерго. 1958 жылы Ақтөбе хром қосындылары зауыты, силикат өнімдері мен қабырғалық материалдар зауыты, үй құрылысы комбинаты, құрылыс заттар мен конструкциялар комбинаты қатарға қосылды. 1960 жылы Казпух артелінің негізінде облыстық жергілікті өндіріс басқармасына қарасты Ақтөбе тоқыма трикотаж фабрикасы құрылды. 1966 жылы ол Ақтөбе трикотаж фабрикасы болып өзгерді. У нас было 2 трикотажных завода. Один верхний трикотажа. Бізде 2 трикотаж зауыты болды. Біреуі жоғарғы трикотаж, бірі төменгі трикотаж деп аталды. Өз ісін білетін Ткачева басшылық жасады. Ол осы мекемеге көп еңбек сіңірді. Қаланың дамуына Бұқара-Орал газ құбырының жүргізілуі айрықша әсер етті. Қала газбен қамтамасыз етілді. 1963 жылы іргелі құрылыстың ауқымы кеңейді. Қалада 5 қатарлы үйлер салына бастады. 64 жылдан бастап Ақтөбеде алғашқы типтік үлгідегі шағын аудандар құрылысы басталды.
1967 жылы қалалықтарға Октябрь революциясының 50 жылдығы құрметіне Октябрь деп аталатын гүлзар және Чайка бассейнін тарту етті. Қазір ол гүлзар Абай атында. После окончания института в Ташкенте я приехал в распоряжение Актюбинского совнархоза. Тогда Ташкент институтын бітірген соң халық шаруашылығы советінің бұйрығымен Ақтөбеге келдім. Ол кезде өндіріске алу үшін жас маманнан емтихан алатын. Маған 6 қатар кірпіш қалатып, 2 тіреуі бар бөренені есептеуді тапсырды. Маған ол қиынға соққан жоқ. Институтты үздік дипломмен бітіргенмін. Осыдан кейін мені ірі панель шығаратын үй құрылысы зауытына жолдамамен жіберді. Мен ол жерде аға шебер цех бастығы болып жұмыс жасадым. Сосын мені халық шаруашылығы советі қайта шақырып алды. Мен онда күрделі құрылыс басқармасының бастығы болып қызмет істедім. 1962 жылға дейін сонда істедім. Сол жылы үй құрылысы комбинаты іске қосылып, мені соған өндіріс бастығы етіп жіберді. Химик мәдениет үй ауданында үйлер салына бастады. Ол химиктер кварталы деп аталды. Облыстық партия комитетіне 64-65 кварталдар салынды. Келесі 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші шағын аудандар тұрғызылды. Ақтөбеде батыс құрылыстың арқасында құрылыс саласы қарқынды дамыды. Басында батыс құрылысты өзісінің білгірі құрылысшы Николай Иванович Курбасский басқарды. Соңынан Фрунзе аутпарткомның бірінші хатшысы болып 9 жыл қызмет атқарды. Ол кезде қала Фрунзе Пролетар деген 2 ауданға бөлінетін. Аутпарткомда облыстық партия комитетінде, қалалық партия комитетінде қызмет жасадым. Қалалық партия комитетінің жұмысы ауқымды. Левинцовтың Ленин ескерткішін қою туралы тапсырмасы есімде қалыпты. Лениннің қарсы жағында азат етуші жауынгердің ескерткіші тұратын. Оның орнын ауыстыру туралы мәселе қозғалды. Заир Кусаевич, осы жұмысқа сіз басшылық жасайсыз деді. Мен ескерткіштердің барлық тастарын нөмірледім. Сөйтіп оны басқа жерге көшірдік. Ленин даңғылын дұрыстап жасау керек деді. Көшенің жоғарғы жағы биіктеп барады. Үйлер төменде қалады. Жол биікте тұр. Жолдың 2 метрін кесіп тастауға тура келді. Небәрі 80 сантиметр төмен жатқан коммуникацияны, әсіресе телефон жүйесін тереңірек жіберу керек болды. Әлия Молдағұлова көшесінде кеңейттік. Әлия Молдағұлова даңғылынан адам жүретін ішкі жол жасалды. Негізгі жолды кеңейттік. Ленин даңғылын үйлермен теңестіріп төмен қарай түсірдік. Бұлай істегеніміз жаман болған жоқ. Бізге бұл үшін ешкім қаржы бөлген жоқ. Қаладағы мекемелердің бастамасымен жасадық. Сіз байқадыңыз ба? Соңғы кезде қаланы көркейту жолында көп жұмыстар жасалуда. Киров көшесін кеңейтіп жатыр. Моресев көшесі кеңейтілді. Осының бәрін қалалық жол құрылысы басқармасы жасап жатыр. По благоустройству. Вот расширяет улицу Кирова сейчас, расширили здесь улицу Моресева. Ну, значительно много работ делает. И всю эту работу по асфальтированию улиц делает Гордорстрой. 1968 жылы 15 000 орындық стадион құрылысы басталды. Ал жаңа мыңжылдықта сол жерде УЕФА кубогы матчтерін өткізуге өтініш жасады. Я должен сказать о строительстве спортивного комплекса. Проект экспериментальный, когда футбольное поле... Спорттық кешендердің қалай салынғаны туралы айтуым керек. Тәжірибелік жобада футбол алаңының қапталындағы жүгіру жолдары болған жоқ. Мәскеудің торпедо командасы келгенде мен олардың ойыншыларынан бізге допты қолтаңбаларыңмен бірге қалдыруын сұрадым. Барлығы қолтаңбаларын қалдырды. Мен сол допты әлі күнге сол кездегі қаланы аудандық атқару комитетіндегі қызметімді есіме түсіретін жәдігер ретінде сақтап жүрмін. Храню как ценный сувенир о городе, о своей работе в горосполкоме. 1979 жылы карамель, бисквит, шоколад цехтары бар Ақтөбе кондитер фабрикасы іске қосылды.
Ақтөбеліктер птичье молоко, бұлбұл кәмпиттерінің тілі үйрер дәмін әлі күнге дейін ұмытпайды. Sağ